Hey, selam dostlar, sen Gemi Kaan Kizet. Bugün biz dostlar Minecraft'қа mod, текстура, карта қалай өткізу керек екенін көрсететін боламын. Ал біз видеоны бастайық. Бірінші болып бізде обязательно Minecraft керек, любой версия. Менің кеңесім ең жаңа версияда Minecraft'тарды өткізіп алыңдар, өйткені ода любой мод өте береді. Ескіден бастап жаңаға дейін. Бірінші Google-ден өткізіп аламыз ондай модтарды, мысалы Minecraft дейміз и мод P дейміз, өткен біз телефон ойнап отырық. И модтар десеңдер, міне қанды бізде әртүрлі сайт шығатын болады. Міне яқта әртүрлі сайтқа кіріп, әртүрлі мод, карта, текстура өткізсеңдер болады. Мысалы бірінші мен жақсы көретін ссылка. Міне мынандай қаныр кірсек, бізде әртүрлі мод көрсететін болады. Қанды бізде әртүрлі түсті рюкзак дейді, чекпоинт қою, шахтаға свет, динамический свет, подсветить зомби дейді. Каждый нақты әртүрлі мод болады. Қандыр астында бізде әртүрлі бет бар. Мысалы, бұл бірінші бетті бетіп қалды. Екінші бетті басаңдар, міне келесі бетке былай солай істей аласыңдар. 684. Қандыр автоматический смена инструментов дейді. Осы модты өткізсем болады. Қандай нақты бізде осы мод жасаған адамдардың ВК, Twitch деген барлық заттары бар, аккаунттары. Нақты лайк бассаңдар болады. Нақты қанша лайк басқаны, қанша адам коммент жазғаны, қанша адам кіргені жазылған болатын. И астында осы модтың описаниясы, осы мод не қосады, сол не істей алады, соның бәрін қосады, айтатын болады нақты. И нақты жаңа версия не қосқан жазады. Міне нақпен өткізесіңдер, міне скачать деп тұрады, нақты қандай версия болады дейді. Нақты 26-шы версия дейді, менікі болмайды онда. Қазір басқа мод өткізетін болам. И ең астында бізде комментарийлер тұрады. Мод істеді ма, істемеді ма деп. И мыняқа өздеріңнің комментаріңді жазасыңдар осы модтың астына. Қанды достар, осы модты өткізетін боламын. Еще нақты суреттер көрсетеді, қалай істеуге болады, солай көрсететін болады. Еще достар, бір модтардың астына ғана моды тұрады, и оның текстурасы да тұрады. Мына ғана жазылып тұр текстурасы деп. И нақты өткізсеңдер болады. Міне 44 адам өткізген, қанша мегабайт алады? Бізде 1 мегабайтқа жетпейді, 3 мегабайт дейді. Осыны өткізетін боламын. Басамыз. И тағы да бір бетке лақтыратын болады, міне. И нақты өткізіп аласыңдар, міне қанша мегабайт басамыз. Ссылкаға подробнее басасыңдар, или үлгермесеңдер, хромға кіресіңдер, скачаған файлға кіресіңдер, и нақты өтетін болады. Нақты мен фото өткізгем, модтар өткізгем, и қанды міне осы өтті, міне backpack плюс V290 дейді. Қанды басамыз 3 точканы, поделитсам басамыз. И проводникті басамыз. Проводник деген пламакетті өткізе аласыңдар. Проводник өткізген кейін басасыңдар. Астыға істейсіңдерді Доланд деген табасыңдар, міне Доланд. Кейін осы жаққа лақтырасыңдар модты. Міне лақтырды мен. И модты басасыңдар. И Майнкрафтты басасыңдар да. Только сейчасты басасыңдар. Сол кезде достар бізге мод өтетін болады. Комментарийге сендер қалай өткізеді, модты қалай өткізеді деп атсыңдар. Еще тек Google-ден емес, Chrome-дан емес, мен Telegram-дан да өткізе алатындар. Қандар Minecraft-қа кірді, настройкаға кірсек, глобальный ресурста бізде мод тұратын болады нақты. Міне мод тұр. Нақты мен бұрынғы модтарым көрсеткен сендерге. И хранилищеде және текстура болды, ал мына моды. Нақты енді моды. Сенде текстура өткізсеңдер, тек текстурада тұрады, ал мод өткізсеңдер екеуінде де тұрады. Карта ол вообще мир болып келетін болады. Достар, текстура картаны кейін көрсететін болам. Бірінші мод қалай қосу керекін көрсетейін. Қандай бізде мод өтті, я. Мысалы, мына картаға кірейін. И мерге кіресіңдер да, мир ашып атқан кезінде читті қосып аласыңдар. И эксперимент, ең астында эксперимент деп тұрады, соқтынан бәрін қосасыңдар, менде қосылып тұр. И текстура кіресіңдер, доступныйды басасыңдар да. И және өткізген мод табасыңдар. Міне мен сөмкені басам. И все равно добавить басамыз. Қандай активныйда қосылды, міне. Модты өткізу үшін нақты модты қосасыңдар. Бұда дәл сана текстура сияқты нақты шығатын болады. Эксперимент бәрін қосасыңдар и играйтты басамыз. Қандай достар бізге мерде кірді. И міне қандай біз көрейік мод істейме ма. Опа, міне қандай бізде сөмке шықты, әртүрлі түсті, міне жай колорет сумка деген еді. И нақты тағы бір сумка, походу үлкен сияқты. Қандай сөмке, сұр сөмке дейді. Қоямыз, опа қойылады. Блок сияқты қасына салғандар открыть дейді. Мәнің ішінде өзінің инвентарь дейін бар екен, жасылдыкі. Ебағанды, күшті мод екен, оказывается күшті мод өткізіп мен. Үлкені ебаның ішін ғандар үлкен екен. И жасыл түсті, міне.
Осы модта сөмкені арқаңа қоя алмайды екенсің. Короче, мод істейді, көрдіңдер қалай өткізу керек екенін. Еще мод сенің версияларыңмен бірдей болу керек, или версиямен сәл төбедей болу керек. Жаңа и текстураны қалай өткізу керек екенін көрсететін болам. Так, достар, енді текстура іздейтін боламыз. Қана енді біз текстура дейтін боламыз. И дәл осы қайттан шығады, және сайттан шығады. Так, кіреміз біріншіне. Опа, міне бізде шықты. Мәнақта Vanilla RTX дейді, X-Ray дейді, ё-моё, жанатын рудалар. Короче, нақты әртүрлі текстура бар. Текстурден екін бет жасында деп ойлаймын. Бір Майнкрафтта ванильный заттарды бір басқа затқа ауыстыратын болады. Қандай, мысалы, мына қараңдар, бізде блоктардың текстурасын өзгертеді екен. Ағаштарға текстура қосады екен, қараңдар, әртүрлі текстура бар. Короче, және мод сияқты өткізесіңдер, басасыңдар, және өткізу деген мод текстура басасыңдар, и сол кезде жәнегідей өткізе саласыңдар. Қазір мен карта қалай өткізу керектігін көрсететін боламын. Карта дейміз, тағы осы сайт шығады. Короче, осы сайт ең күшті, ең легендарный. Так, карта дейді, мән ақтағандар. Мынандай карта екен, заброшенный қала үлкен. Мод үлкейген сайын, карта үлкейген сайын мегабайт көбейе беретін болады. Сендерде қандай баг шығып қалды, соны маған айтыңдар, комментке жазып кетіңдер, қандай баг шықты сендерде. Еба, достарына карта 188 мегабайт, өткізу құрсын. Телефон жарылып кетсе. Достар, ана мен Skyblock сияқты карта тауып алдым. Маған 166 мың адам қарапты, 16 мың адам лайк басып кетіпті. Мен магазин 100 зачарований, лесплей түсіруге өткен мені. И бұл жақта дәл жәнегі мод сияқты басасыңдар. И жәнегі мені басасыңдар, жағы өтет, проводники лақтырасыңдар. И сендерге карта мир болып келеді, мир ашасыңдар, сөйтсе сол сияқты болып келетін болады. И сол картаға кіріп ойнасаңдар болады. Или картаға кіріп атсаңдар, версиясы дұрыс болмайды десеңдер, басқа карта тартыңдар. Или жаңа версия болып кетті десеңдер, басқа жаңа карта өткізіп алыңдар. Достар, одан да оңай жолын көрсетейін. Телеграмда, мен телеграмға өтіп кетіңдер, описание тұрады, Қант-kz деген. Или телеграм Қант-kz деп поиск жасаңдар, мен каналым шығатын болады. Мына мен әртүрлі мод, текстура, картаға, әртүрлі карталарды сендерге жіберетін боламын. Мысалы, мына карта, мынау да карта, мынау да карта, мынау мод. Короче, мен өзімнің телеграмға әртүрлі мод карталарды жіберетін боламын. Сендер өзіңдерің өткізіп кетсеңдер болады. Мысалы, хаги-ваги алдында түсірдім, алдыңғы видеоны көріп кетіңдер. Осы Poppy Playtime обзор түсірдім болатынмын. И міне қанды. Сразу ссылкасына кірдік, и міне сразу скачать басып, өткізіп кетсеңдер болады. Или міне осындай папка болады, міне өткізсеңдер болады қанды. Менде бәрі өтіп қойыпты. Короче, өткізесіңдер, менде жетмей қойды. Басасыңдар, оңай түрі, и сразу Майнкрафт чат, и сразу только сейчас басып өткізсеңдер болады. Сразу да, мен телеграм кіріп кетіңдер, менде өте күшті мод текстура шығаратын боламын осы жаққа. И соған обзор түсіретін боламын. Осы телеграмға жазып кетейік. Қақта описание десеңдер, описание қалай табады десеңдер. Осы видеоның астына описание бар, көріңдер. Мысалы, Poppy Playtime'ның обзорына кірдім, и міне осы описание. Осы видеоның аты тұр ғой, Короче, соны бассаңдар, қанда кірдім, міне өзімнің видео, міне, и осы описание деп айтамыз, міне бассаңдар, міне описание, мен описанияға сол хэштегте жазам, міне хэштег, телеграм қалдырып кетем, осыны басып, мен телеграм өтіп тіркеліп кетейік, и телеграмда бар мен Қант-kz гейминг деген, соғанда тіркеліп кетейік тиктогымда, и міне еще мен история жазам, мысалы, жаңа Poppy Playtime модына обзор жасадым, 21 версия деп бәрін история айтатын боламын. Осы опцияға өтіп, телеграм өтіп, модтарды өткізіп кетіңдер. Ал видео соңына келіп жатыр. Проблема шықса айтыңдар. Сау болыңыздар.